Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Короче, бүгін бізде қонақта менің қасымда Джонни. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Короче, мен Джонни, мені барлықтарың білетін шығарсыңдар. Әшімде кейін GTA 5-те жүрміз. Короче, бүгін біз Франклин родной екеуміз, короче, бір видео түсіріп сақтедік. Короче, сендерге деген бір топовый бір видео түсірсек па деп ойланып отырған Франклин екеумізде. Франклин. Достар, бүгін біз, короче, бір видео түсірсек па деп Джонни шақырған ғой. Короче, не идея бар? Короче, что-то бір идея таусылған сияқты ма менде, или как жұмыстардан шаршап жүрмін, білмеймін. Короче, Джонни, давай бүгін не істейміз? Давай сен бір идея айтшы, давай көрермендерге бір қызықты бір дерзкий бір видео болса, короче, деген идея болса, айтшы давай деген. Идея дейсің ба? Мәссаған басыма дым кеп тұрған жоқ бар ғой, Франклин. Не істейміз? Давай айтпақшы, сен деген бар емес болса, бір көк түсті көліктер ұрлап кеттім, содан кейін бір жасыл түсті көліктер ұрлап кеттім, в общем, әртүрлі түсті көліктерді ұрлап кетесің ғой, сен деген әйтеуір бар ғой, соның бәрін қақтан аласың. Сондай видео қызық сияқты біздің оқырмандарға деген бар ғой. Давайте деген біздің алдындағы түсірген видеоларымыз бар емес па? Қара, менің Джонни тек қана көк түсті көліктерді ұрлап кетті деген видеом 121 000 просмотр жинап тастаған ғой 2 айда деген базар жоқ. Одан кейін мен деген тек қана Джонни тағы да бір рет көк түсті көліктерді ұрлап деген видеом 93 000 просмотр жинап кеткен ғой. Ё-майо! Содан кейін Джонни тек қана қызыл түсті көліктерді ұрлап кетті, жасыл түсті, соның барлығы 50 000, 54 000, в общем 70 000 сондай просмотр жинап кеткен ғой достар. Ё-майо, давайте олай болса, Франклин, бүгін біз деген бар ғой, тек қана Мустанг автокөліктерін ұрлап кетейік. Давай, сол қызық болатын сияқты деген. Менің Мустангым бар ішінде, және де тағы да бір зараженный, топовый, моповый, короче, легендарный мустангтар бар. Короче, мен білем бәрін қақта екен бар ғой. Короче, кімде қандай машина бар, почем. Давай соны ұрлап кетеміз деп Франклин деген қызық болатын сияқты. Джонни, сен деген, ё-майо, сен оқырмандарың шынымен жақсы көретін сияқты ғой. 120 000 просмотр дейма, мәссаған. Базар жоқ. Давайте достар, давайте деген барлығымыз Джонниға қолдау көрсетейік. Джонни деген өте мықты ғой. Короче, білесіңдер ғой сендер деген. Короче, давайте сондықтан қазір көріп отырған болсаңдар, міндетті түрде подписканы басыңдар. Міне қазір достар шығып тұр, подписка бас деп ше, соны басыңдар, содан кейін лайкты міндетті түрде басыңдар. Сендер лайк бассаңдар, короче, деген подписка бассаңдар, бұл видео деген рекке кіріп кетеді достар. Короче, деген бар ғой. Содан кейін деген, короче, Джонниді, Джонни Сила, Джонни Мустанг, мына, короче, жазып кетіңдер. Джонни туралы керемет пікірлеріңдер достар. Пікірлерін жазып кетіңдер. Олай болса, Джонни кеттік біз деген, короче, Мустанг ұрласақ, тез Мустангтар ұрлап тастайық. Смело ғой, Франклин, равно кеттік. Давайте, камон, достар, біздерді уақыт жоқ, тез, короче, ұрлап кететін боламыз. Короче, Мустанг автокөліктерін ұрлаймыз. Содан кейін достар, сендер аспандар әр көлікті тапқан сайын мен деген Франклинге, короче, құпия логикалық сұрақтар жасыратын боламын. Сол логикалық сұрақты сендерге де және де Франклинге де жасыратын боламын. Кім бірінші тауып комментарияға жазады, мен соған міндетті түрде подарка беретін боламын, достар, сыйлық беретін боламын. Содан кейін лучший комментария жазғандарды экранға шығарып, мысалға мынау алдыңғы видеоларда жиналған өте керемет комментариялар достар көріп отырсыңдар ма? Мен саған не дейтін мақта деген Джонни Сила, короче, мен Шымкентте тұрамын дейді, базар жоқ достар. Короче, сол сияқты достар комментарияларды мен сендердің комментарияларын шығаратын боламын. Давайте, Франклин, олай болса дайынсың ба? Мысалы логикалық сұрақтар қоятын боламын. Әрбір Мустанг көлігін тапқан сайын, олай болса біз деген айтпақшы, тоқта, Франклин, біз Мустангты қаяқтан табамыз? Айтпақшы, біздерге деген бір көлік па, мотоцикл ма керек па, ё-майо деген. Джонни, что там, көруге дайынсың ба? Мен гаражымда сені осы видео түсіреді ау деп мен деген керемет мотоциклді ұрлап кетіп қарасай, короче, Феррари деген дерзкий мотоцикл. Давайте бұны біреуіне отырайық. Давай отыра ғой, Джонни, короче. Біз деген енді көліктерді іздеуге аттанатын боламыз. Джоннидің қалай отырғанын қарасыңдар достар, базар жоқ. Басымызға деген шлем киіп алмаймыз бе, достар? Давайте похуй болса ұра беретін боламыз. Кеттік ал достар, лайк, подписка міндетті түрде. Айтпақшы, Джонни, сен деген, короче, мен осылайынан іздей беретін боламын. Мустанг көріп қалатын болсаң, сразу айтасың ғой, давай ма деген, мен Мустанг тап білмеймін, сен деген білесің ғой. Давайте кеттік ал деген. Ё-майо. Тоқта, Франклин, тоқта, осы жерге тоқта, қазір. Қазір Джонни асықпашы, ё-майо деген. Тоқтадың, что там, не болып қалды деген. Франклин, мынау Мустанг сияқты мәссаған. Қойшы, шынымен ба, мынау Мустангқа ұқсап тұр ма? Базар жоқ, сен деген сразу біліп қойды жақсың. Мәссаған, қараңдар, шынымен де деген, мынау Мустангқа ұқсайды сияқты достар. Қараңдар, қара екен, мәссаған. Достар, мынау шынымен де Мустанг автокөлігі. Біз осыдан тура 1 жыл бұрын Джонни осы Мустангпен жарысқан болатын. Мен деген точно білем осы деген. Дәл осы Мустанг, бірақ басқаша болған, короче, түсі деген бар ғой. Ал давайте олай болса достар, мен қазір Франклинге құпия логикалық сұрақ жасыратын боламын. Бірінші біз мына Мустангты отырып бір тездірап жасап көрейік достар. Қазір алдын көтере ма, чоза функциялар бар екен, тексеретін боламыз достар. Қараңдар, шынымен де алдын көтереді, базар жоқ достар. Көріңдер ме, қараңдар. 1 2 3 гол!
ебой достар, Мустанг автокөліктері біле білсеңдер алдын көтере біледі, кейбіреулері самый лучшылар короче деген достар. Қараңдаршы, мына Мустангқа қандай баға бересіңдер, оннан бірге дейін оценка етіп кетіңдер достар. Короче деген давайте қазір біз осылайдан кыча өткізіп былай қойып қоя салайық деген Франклиннің гаражына деген. Всех Франклин короче сенің үй жағыңда байлар дерскі тұрады екен, осылай Мустангға дейтіндер. Короче олай болса Франклин кеттік, ал мен саған бірінші логикалық сұрағымды жасырайын. Ал Франклин дайынсың ба? Олай болса тыңда, короче, бір қолда 5 саусақ бар, ал тура осындай 10 қолда неше саусақ бар? Ал кеттік ал деген достар, давайте барлықтарымыз комменттерге жазыңыз. Бір қолда 5 саусақ бар, ал 10 қолда неше саусақ бар? Кеттік ал. Кім математикаға лучше екен тексеретін боламыз достар. Дәл осы кезде жаз бойы сабақ оқымай, короче, миларың істемей қалған жоқ па? Әйтеуір деген барлықтарың нормальный математикадан шарт етесіңдер ма достар? Айтпақшы, бізде жақында сабақ басталайын деп жатыр. Ё-мое, қайтадан сабаққа таң азанмен тұрасыңдар, кейбіреулерің обедте барасыңдар. Ебой, обедте баратындарға повезло достар, азанда баратындар. Ё-мое, қиын шығар да достар. Жак кеттік ал, ой болса деген, короче, мен қазір Мустанг көрсем сразу Мустанг деп айтамын. Мәссаған чоса мынау деген Мустангқа ұқсап тұрған сияқты. Ё-мое, Франклин басында шлемді шеше ғой. Біз уже Мустанг тауып жатырмыз. Қарайшы, ё-мое, мынау да Мустанг, бірақ достар, американский Мустанг, қараңдар, базар жоқ. Короче, давайте енді достар осы Мустангты ұрлап кетейік. Мәссаған үстінде Аргентинаның флагы бар екен, чота егесе деген, хозяин деген аргентинец бар үшін бір нәрсе сияқты. Содан кейін достар Мустангтарда білесіңдер тек қана екі есік болатынын, короче деген. Ал енді кеттік ал деген, короче, бұл алдын көтере ме екен, көтермей ме екен, тексереміз. О, достар, мынау да алдын көтеріп тұр, базар жоқ. Мәссаған қараңдар, қазір тағы да бір рет көтеріп көрейік ал. 1, 2, 3, гоу, ебой, достар, действительно алдын көтеріп тұр. Мынау деген действительно Мустанг қой, қараңдар. Мәссаған алдындағы моторын қараңдар, мотор несі ғой достар, мынау деген турбина ма, сондай бір нәрсе. Қараңдар, жестко басып баратырмыз ғой. Мәссаған достар, давайте қазір былайынан бүйтіп тұрып әдемілеп қойып қояйық Мустангты деген достар. Сендер айтпақшы, логикалық сұрақтың жауабын таптыңдар ма? Бір қолда 5 саусақ бар, 10 қолда неше саусақ бар? Давайте достар, кәдімгі көбейту есеп қой. Бұл деген смело Франклин деген что-то тапқан жоқ сияқты. Бұл жауапты өздерің таба бересіңдер ау деген достар. Кеттік ал, тағы да келесі көлікті іздеуге аттанайық, олай болса Франклин. Ал Франклин досым, тағы да бір саған бір логикалық сұрақ жасырып жіберейін де осы сәтте. Олай болса тыңда. Қаз 2 аяғымен тұрса 2 килограмм, ал 1 аяғымен тұрса неше килограмм болады? Ал сендерге сұрақ достар, давайте. Қаз 2 аяғымен тұрса 2 килограмм болады екен, ал ол 1 аяғын көтеріп, яғни 1 аяқпен тұрса неше килограмм болады? Ал сендерге сұрақ көбейе ме, әлде азая ма достар? Давайте жазыңдаршы міндетті түрде деген. Ал біз өзіміздің келесі Мустангымызды іздей берейік. Осы бір жерлерде бар болып қалған болып қалған шығар достар, бәлкім деген бар ғой. Тоқтаңдар. Ебой достар, чоза, мынау деген, мынау достар, чоза заряженный Мустанг достар, қараңдаршы. Мәссаған, мынау андай ғой достар, бронированный Мустанг па, сондай менің Мустангыма ұқсайды екен, достар, қараңдаршы, шамалы ұқсай ма, үшін бір нәрсе сияқты. Мәссаған, достар, давайте біз Мустанг емес па, короче, білмей тұрмын, бірақ Мустангқа ұқсап тұр да. Франклин, давай отыр. Достар, мынау ЖБ Мустанг қой. Ё-мое, қараңдаршы, мынау деген аяғында мынандай бір кесетін бір бәлелері бар. Қараңдар достар. Атам анау, атам екен. Ойбай достар, мынау аспанға ұшып кетіп жатыр ғой мынау Мустанг деген. Мәссаған, базар жоқ. Қараңдар, аспанға ұша алады екен бұл. Ойбай, жай. Гопа. Достар, мынау Мустанг, мен осы Мустангтардың арасында көрген самый лучший топовый екен. Ал еще бұл аталады екен ғой. Давайте мына көлікті асып тсекші біз деген. Қараңдар. Көріп жатсыңдар ма? Атып жатыр достар, мынау деген. Ё-мое. Міне достар, атып жатыр. Базар жоқ. Қараңдар, базар кеттік атып өлтірген достар біздер деген. Түк. Көрдіңдер ма достар, атады мынау деген. Базар жоқтан шамал управлять етуі қиын екен. Мәссаған достар, еще бұл ұша алады ғой достар, көріп тұрсыңдар ма? Мәссаған. Достар, давайте видеоның соңына дейін көреміз, лайкты басамыз. Арнаға әлі тіркелмеген болсыңдар, міндетті түрде тіркелеміз. Қазір мен деген Мустанг автокөліктерін ұрлайтын болам видеоның соңына дейін. Содан кейін достар, сендерге қайсы Мустанг ерекше ұнады достар? Давайте соны да жазамыз. Қараңдар, біздің бірінші тапқан Мустангымыз мынандай қап-қара болды, одан кейін серебристый болды, одан кейін мынандай золотистый Мустанг болды. База жоқ, короче деген достар. Давайте олай болса мен үшінші логикалық сұрақты Франклинге және де сендерге жасырайын. Кім лучше екен қазір табатын боламыз. Қазір біздер деген тез өзіміздің мотоциклдерімізге отырып алайық. Франклин күте тұр, мен деген шығатын болам, былай қарай деген. О, давай Франклин, отыра ғой, красавчик. Ал олай болса достар, тыңдаңдаршы, короче, мынау деген мен білетін ең самый лучший, короче, логикалық сұрақтардың бірі десем де болады. В общем деген достар, қараңдар, бір бөлмеде 3 шам жанып тұрды. Короче, ойлаңдаршы, бір бөлмеде 3 шам, в общем, кәдімгі свет өшкен кезде свеча бар емес, сондай жанып тұр. Соның
біреуін өшіріп тастады достар. Сонда қанша шам қалды бөлмеде достар? 3 шам жанып тұр, оның біреуін сөндіріп тастады. Қанша шам қалып тұр достар? Давайте жақсылап тыңдаңдар достар. Тағы да бір рет қайталап кетейін. Бөлмеде 3 шам жанып тұр, оның біреуін сөндіріп тастаса қанша шам қалады достар? Давайте жазыңдар комментарийға біз деген опа, ну уже көлікті іздейміз деп айтып болмай жатыр достар. Қараңдаршы, мәссаған көлік тауып жатыр. Мынау деген менің мустангым ғой. Майо, Франклин, сен білетін шығарсың, мынау деген қаладағы самый лучший мустангтардың бірі. Точно алдын көтереді мына мустанг бар ғой. Давай Франклин отыр. Қазір давай. О, мінеке достар, Джонни өзінің мустангына отырып алды. Қазір бұл алдын көтере ме екен, көтермей ме екен? О, достар, смело көтеріп тұр. Алдын деген бар ғой, мустангтар деген сыйла ғой. Атық мустангтың фанаттары ба, смело лайк арнаға тіркел, подписка, короче. Тек қазір енді біз деген былай қараңдаршы достар, қараңдаршы қалай жүріп бара жатқан қараңдаршы. Мәссаған. Короче, достар, біз өзіміздің қызыл мустангымызды әкеп қойдық. Біздерде уже 4 мустанг болды. Базар нет достар, короче деген. Давайте олай болса логикалық сұрақты тыңдаңдар сендер деген, короче. 3 бала 3 алманы жеу үшін 3 минут қажет. Ал бір бала бір алманы жеу үшін неше минут қажет дейді достар. Ал кеттік ал достар, давайте сендер ойлана беріңдер. Біздер деген мына жақтан көліктерді іздей берейік. Бұлай қарай деген, короче, сұрақ түсінікті деген ойдамын. 3 бала 3 алманы 3 минутта жесе, ал бір бала бір алманы неше минутта жейді достар. Так, сендер ойлана тұрыңдар. Біз мына жақта что-то мустанг көріп қалған сияқтымыз. Франклин, дұрыс па? Мустанг көріп қалған сияқтымыз ғой мына жерден. Бұл да бронированный четкий мустанг сияқты. Қараңдар, бұл да сондай ғой достар, супер функциясы бар. Қазір мына қыздар бізде осы мустангтың егелері сияқты. Так, қыздар, сендер деген бар ғой. Так, кычау, давайте, кетіңдер. Уақыт жоқ, сендерді атпен мәссаған, мына жерде полицейскийлер жүр ғой. Ё-мое, бізді байқамай қалды. Давай Франклин, отыр. Ана қыздар деген тез қашып кете тұрсын достар. Ана бандиттермен айтысып жатыр. Қараңдар, Франклин отса, қаламны басын істемей қалма сен деген. Бол, уақыт жоқ, қазір біз қашып кетуіміз керек. Қараңдар, мына жақта деген полицейскийлер атысып отыр достар. Базар жоқ. Кеттік біз деген сол моментті пайдаланамыз да қашып кететін боламыз. Go достар. Ё-мое, мына чоза мустанг черный достар. Мәссаған. Достар, давайте алдын көтермей екен көреміз. Мына железо бетон көтеру керек. Алдын деген кән 1 2 3 go! Мәссаған достар. Мына ұшып бара жатыр ғой. Достар, қойсаңдаршы, мәссаған чоза мустанг достар. Мына деген кеттік ал деген. Смело лайк, подписка достар. Қараңдар, мәссаған чоза мустангтар тауып алып жатырмыз достар. Біздер деген достар, қараңдаршы, мәссаған. Ё-мое, мына деген дерзкий мустанг екен. Так, бізде уже 5-ші мустанг болды достар. Базар жоқ, қараңдаршы. Не деген мустангтар достар, мыналар ойбай үстіне шығып кетті ғой мынау деген. Так, олай болса түсейік та достар, сендерге логикалық сұрағымды жасырып жіберейін тағы да бір рет деген. Қазір мотоциклге бірінші отырып алайық та, Франклин екеуміз деген. Давай отырып ал арқама деген. Так, хорош, красавчик. Франклин красавчик та достар, комментарийға жазыңдар Франклин красавчик деп. Так, достар, давайте олай болса деген тыңдаңдар. Мынау деген баяғыдан бері келе жатқан логикалық сұрақ. Короче, мен деген көлік іздей берейін. Сендер деген тыңдай отырыңдар достар. Короче, 2 килограмм мақта ауыр ма, әлде 2 килограмм темір ауыр ма достар? Давайте комментарийға жазыңдар. Мен деген мына жақта чоза бір мустанг сияқты ма, өтер бір ерекше көріп тұрмын. Мынау жыбы мустанг сияқты достар. Қараңдаршы, мынау япошка ма, сондай бір бәле мустанг қой достар. Мәссаған. Мынау достар мустанг шынымен де бар ғой. Давайте отырып көрейікші. Давай Франклин отыршы. Мынау чоза бір функциясы бар достар. Мынау деген бар ғой. Так, көрейікші қазір деген. Достар, мынау шынымен де мустанг қой, япошка. Қараңдаршы, мәссаған. Қазір енді бұл мәссаған. Еба достар, мынау қалай жүреді? Ё-мое, мынау страшный қатты жүреді ғой достар. Мәссаған, қараңдар. Смело 120-ға шығып бара жатыр, 150-ге шығып бара жатыр ғой. Осы жердің өзінде деген. Ойбай, мынау страшный қатты жүреді достар. Так, қазір осы жерде енді жылдамдығын тексеріп көрейік. Шамалы деген бұлай. Ойбай, қаншаға шықты? 230-ға дейін шықты ғой. Мәссаған. Достар. What the fuck, man, болып тұр ғой мына мустангке достар. Артында моторын қараңдаршы, мәссаған. Чоза мотор тұр мына артында. Франклин, сен білмейсің ба? Топас білмейсің ба? Ой, мен саған басынан бір теппін. Достар, кет, let's go. Келесі мустангтарды іздеуге аттанатын боламыз. Let's go, достар, кеттік. Тағы да келесі мустангтарды іздеуге аттанатын боламыз. Сендер видеоны әлі көріп жатсыңдар деген ойдамын. Смело, рахмет достар, смело, go. Так, мына мустанг емес пе? Чота деген достар, мына мустангқа ұқсап тұр, базар жоқ. Достар, мына мустанг ба? Чота, Франклин, сен білмейсің бе өзің? Мен де өзім подразделение ұстап қалып отырмын бар ғой. Мына мустанг ба? Чота бір
басқаша мустанг сияқты достар, кәдімгі отырып көрейікші, ішінде деген бар ғой, мәссаған. Вау, достар, чоза мустанг мынау деген, мәссаған. Қараңдар, ебой. Го, достар, чоза, еба. Мынау деген мощный мустанг екен. Бір ретро мустангтардың қатарына жатады, достар, мен білем деген, короче, мынау бар емес па деген. Қараңдаршы, ебо, достар, қараңдар. Мынау кезінде мафиялар ма сондайлар мінген сияқты ғой, достар, қараңдаршы. Мәссаған, үйге жап-жақын жерде тұрады екен, базда жоқ. Франклин көрдің ба? Чоза мустангтар тауып жатырмыз біздер деген. Кеттік, тағы да олай болса келесі мустангтарды іздестіріп тастайық біздер деген. Давай, отыр, Франклин, біздерде уақыт жоқ, тез біздер деген мустангтарды іздеуіміз керек, короче, достар. Так, мына жерде мустанг жоқ, мен білем деген, короче, кеттік ал, достар. Так, достар, біздер мына жерден мустанг көріп қалсақ, смело тоқтап алып кететін боламыз, короче, деген бар ғой. Жодан мустанг байқап тұрған жоқпын мен деген қазірше. Так, мына жерлерде мустанг жоқ. Опа, мустанг па, достар? Мустанг емес па? Так, бұл мустанг емес сияқты да. Кеттік ал, келесі көліктерді іздей берейік, олай болса деген. Опа, брат, абайла деген. Так, достар, қазір біздер деген. Так, что-то мустанг таппай жатырмын, достар, бар ғой. Біраз болды жүргеніме, әлі мустанг кездестірген жоқпын. Мына жерде бірақ ЖБ Франклиннің мустангі тұр ғой. Франклин, қара, сенің мустангың тұр ғой мына жерде деген. Мәссаған. Давайте отыр кеттік, сен мустангды ұрлап кете салайық. Сенің мустангың ғой, не деген мен мына қыз не істеп жүрем, машинаның қасында айналшықтап ары бер. Бұл алдын көтере ма, көтермей ма? Франклин, сен мустангың что-то біртүрлі ғой. Мынаның қандай жері ерекше, дымда ерекше емес қой, мустанг деген. Қараңдаршы, достар. Мынау деген бәрі Джоннидің мустангына жетпейді де, достар. Франклиннің мустангі мықты ма, әлде Джоннидің мустангі мықты ма? Смело жазыңдаршы комментарияға деген. Қараңдаршы, мына мустанг тартпайды да ғой, еще деген. Қараңдаршы, жай жүреді. Достар, мынау деген монша емес мустанг болды. Біз ұрлаған бар ғой. Қараңдаршы, мына жақта деген не деген мықты мустангтар тұрды. Ал мына жерде Франклиннің болмай қалған мустангі тұр ғой. Короче, все, осымен біздің видеомыз аяқталды. Соңына дейін көргенің үшін көп рахмет, досым. Лайк, подписка жасап қойдың деген ойдамын. Енді мен талай рет айтсам ғой, жасамасыңдар, достар, болмайтын шығар, да? Так, давайте олай болса, короче, сау саламат болыңдар, достар. Қайсы мустанг ұнады, соны да комментарияға жаза кетіңдер. Маған ұнағаны бірінші мынау мустанг ұнады, екінші ұнағаны, достар, қазір айтам сендерге. Мынау ұнады. Осы 3 мустанг, бірақ бәрі әдемі де, достар, короче, қақып кетпей өлтіріп тастаймын ба деген. Давай, короче, все, достар. Енді келесі кездескенше, goodbye.